кішкентай оқушым. Кішкентай оқушым. Мен кішкентай кезімнен өз сондай внимание дейді ғой, сондайды қатты жақсы көретін болатынмын. Үйге қонақ келсе де, кім келсе де өлең айтып, той томалақтарда өзіме би қойып алып, ата-анам маған бір костюм алып берген болатын. Сол костюммен мектепте іс-шараларда би билейтінмін. Ата-анам бойымдағы талантты байқап, биге жіберді. 5-ші сыныптан бастап қана биге қатыстым. Басында керемет нәтиже болған жоқ. Көп уақыт мен қиналдым, артта тұрдым. Татьяна Матвеевна былай айтатын. Мен, мысалы, Моля келген кезде, мені Моля деп айтады. Моля келген кезде енді 1-2 ай қатысады, одан кейін биден шығып кетеді деп ойлайды. Енді алдында ғана айтты да. Себебі мен осанкам жоқ, осанкамды ұстау білмейтінмін, музыканы мүлдем тыңдамайтынмын. Одан кейін жаса деген қимылды басқаша жасайтынмын. Это нормально, ол қалыпты жағдай деп білемін. Мольдер к нам пришла. Маленькая девочка, данные, хочу сказать, у нашей Мольдер были совсем никакие маленькие. Честно говоря, я когда смотрела на нее, на Мольдерку, и думала, господи, когда же она уйдет, никак не хочет развиваться. В характере, вот у нее внутри ее был. Да, стержень в нее есть, и когда вот есть этот стержень, то он помогает выдержать все и преодолеть, и развиваться все больше и больше. Она вот ходила усердно на все занятия, старалась не пропускать, как бы ей тяжело не было. Есть дети, у которых физические данные позволяют, их Господь Бог, как мы говорим, наделил вот этим выворотностью, шагом, корпус, все, спина там есть. Мольдер в этом отношении было очень тяжело. Но она развивалась, старалась. Когда она повзрослела, она немножко, девочка у нас такая закрытая была. Когда она повзрослела и поступила в университет, и там стала танцевать в ансамбле «Шагала», вот там она уже, став, видно, взрослой девушкой, она раскрылась еще больше. И дошло до того, что Мольдер была солисткой. Кішкентай кезімнен биген сабақ бергім келген жоқ, ондай арман мақсатым болған жоқ. Бірақ мына ішімдегі творчество, шығармашылық, шынымды айтсам, ары қарай біреуге үйретуге, көрсетуге, соған талпынып тұрды. Сол себепті осы творчествоны, шығармашылықты, биді, ол қандай әсем екенін көре біле тұра, мен сондай шешім қабылдадым. Одан кейін мен оқушылар сарайына жұмысқа келдім. Қазір осы жерде хореограф болып жұмыс жасап жүрмін. Сейчас я в ней вижу уже замечательного педагога. Она очень хорошо работает с детьми, делает постановки. Для хореографа это очень важно, если он желает быть руководителем каким-либо, уметь делать постановки. Она это уже научилась, у нее это прекрасно получается. Ең алғашқы менің биге би залына қадамым 4-ші мектепте Солнышко деген ансамбльге болған. Ең бірінші тәлімгерім Мардухова Лариса Борисовна деген кісі. Одан кейін ол жерде 3 жыл тәлім алып, кейін үлкен топқа ауыстым да, Татьяна Матвеевна деген мұғалімнен, ұстазынан білім алдым. Биге деген махаббатым сол кісілерден басталды. Қыздар, сабаққа тұрамыз. Кеттік. И раз, и два, и раз, и два, 3, 4, пам-пам-па. Лариса Борисовна әлі күнге дейін сабақ береді осы оқушылар сарайында. Ол кісі өте мейірімді, өте сондай жауапкершілігі мол кісі. Девочки, пожалуйста, сейчас полную силу. Помните, что вы самые красивые, самые талантливые девочки на свете. Улыбаемся, даем энергию, даем счастье. Для артистов самое важное самовыражение, да? Дать радость зрителю.
вас хочет стать хореографом, как Лариса Борисовна? Давай. Молодцы, прям все захотели, да? Это такой работа, когда ты показываешь детям что-нибудь, например, как шпагат делать, как колесо делать и так далее, и так далее. Всяким танцам, народным, казахским, русским и так далее, и так далее. Любым. В ансамбль к нам приходят дети абсолютно с разными данными. Мы не делаем строгий какой-то отбор. Самое главное, чтобы у этого ребенка был ритм, присутствовал. Конечно, если есть физиологические какие-либо данные у ребенка, это, естественно, лучше. Но не каждый ребенок с данными выдерживает те требования и ту нагрузку, которая у нас в ансамбле бывает. Это требования, я не хочу сказать, что жесткость какая-то, но дисциплина в ансамбле должна быть. Без дисциплины абсолютно не будет никакого продвижения вперед. Ал Татьяна Матвеевнаға тоқталатын болсақ, ол кісі қатал, требовательный дейді ғой, вот сондай болатын. Ол кісінің бір көз қарасынан біз түсінетінбіз, ол бізден нені талап етеді, қандай характер беруді, жаңағы харизма деген дүниені Татьяна Матвеевнадан үйрендім. А Айдана – это прямая противоположность нашей Мульдеры. У нее наоборот, ее Господь Бог наделил очень большими данными у Айданы. Она мягкая, пластичная, у нее есть все данные для хореографии. Она пришла позже намного, и я сначала не могла понять, что же это за девочка и что она сможет сделать. Но вот своим желанием танцевать она начала двигаться вперед, до солистки доросла, и она тоже сможет продолжить наше дело. Вот что самое главное. Ең басты қасиет балалармен деген қарым-қатынас, ата-аналармен деген қарым-қатынас. Енді қазір заманға сай дейміз ғой. Біздің тактикамыз жаңағы сәл басқашалау, себебі заман талабына сай жаңағы жастарымыз да басқа поколение болып өскеле жатыр. Екі ұрпаққа да подход дейміз ғой. Подход деген әртүрлі. Бізде мысалы біз өзіммен жаңағы шәкірт болған кезде бізге ұрса да, бізді бүйтіп түртіп, сен мына жерін дұрыс істеген жоқсың, мынаны бүйт, мынаны сөйт деген кезде біз ренжімейтінбіз. Ал қазіргі балаларға өйтіп айта алмайсың, себебі әр баланың өзінің личный границасы бар. Біз кезде ондай болмайтын. Қазіргі балаларда жаңағы детская травма дейді ғой, сондай қалқамас үшін біз балаларға басқаша подход жасаймыз. Выдерживает только сильнейшую нагрузку. А тот, кто выдержал, они, это уже доказано даже, знаете, сдают экзамен на ЕНТ. Намного легче. Они собраннее, это их организовывает. И они становятся общительнее, раскрывают себя. Им это помогает не только вот в хореографии они научились, вообще это им помощь во всей жизни. Артымызда отырған балалар бір-бірін танымай келген, қазір құрбы болып кеткен. Мен де солай құрбы таптым, дос таптым. Әлі күнге дейін мен барлық өзімнің әріптестеріммен өзімен бірге билеген, сонау партадан бастап билеген қыздармен әлі күнге дейін араласамыз. Біз осы барлық бас жүлделерді әртүрлі конкурстарда алдық. Я люблю танцевать. Мы участвовали в разных международных конкурсах и даже ездили в Алмату. Мы получали очень много грамот и медалей. Like I was sorry.
биден сабақ беріп жүргеніме 3 жылдан астам уақыт болды. Методқа келетін болсақ, оқыту методым менің балаларды қазіргі таңда биге деген құштарлығын ашу, дисциплина, талапшыл болу, жан жақтағы конкурстарға қатыстыру, концерттерге қатыстыру, жалпы балалар арасында бір-бірімен жақсы қарым-қатынас, жақсы команда құру. Ол команданы құру, қарым-қатынасты жақсарту, белгілі бір орта табу, оның бәрін мен Солнышко үлгілі хореографиялық би ансамблінен үйрендім. Вернулись уже более повзрослевшими, получившими еще больше опыта и знаний, они вернулись к нам во дворец школьников. И мы возлагаем на них большие надежды. Те основы, которые они получили в нашем ансамбле, они смогут применить во всей своей жизни. И искусство хореографии в нашем дворце школьников будет развиваться с каждым годом все больше и больше. Жауапкершілік, дисциплина, талапшыл болу, шығармашылық ізденіс, тіпті музыканың өзін іздеудің бәрін қазір өзімнің жұмысымда қолданамын. Қазіргі өзімнің коллективімда, сабақ беріп жүрген ансамбльдерімде сол методты қалай жұмыс жасау керек екенін бәрін қолданамын. Сахнаға шыққан әр қадамы балаға шабыт береді. Және де балалар өздері сөйтіп, қашан біз байқауға қатысамыз, апай мына жаққа барсақ бола ма, өздері тауып алып келеді, ізденеді. Сондықтан да мен үшін бұл өте бағалы. Демек, менің еңбегім, маған сіңірген еңбектер жұмысының тәжірибесінде үлкен, зор пайдасын алып келді деген. Мысалы, кейбір балалар биді жақсы көріп тұрады, сол себепті қатысқысы келіп, конкурстарға, жаңағы концерттерге қатысқысы келеді. Ал кейбір балалар жабық болады, мүлдем қызық емес, бірақ жаңағы бала ашылса екен деп ата-аналар беріп жатады бізге биге. Сол себепті кез келген біз баланы би үйірмесіне үйретуге болады деп ойлаймын. Когда мы получили гран-при, мы прыгали с подругами до потолка. Мы не ожидали, что мы выиграем гран-при. Осы би залынан шыққан кезде андай біз мектеп табалдырығында оқимыз ғой, сол кезде әрпін білдік, бүгін мама деп барамыз ғой, сол сияқты биден де кеткен кезде мен бүгін релеве не екенін білдім, плие не екенін білдім деген сияқты, мен бүгін осындай позицияны үйрендім деген бір ілім болса да алып кетсе екен деген ойдамын. Бидің пайдасы өте көп. Балада жаңағы тыныс алу жүйесі жақсы жұмыс жасайды. Осанка дейміз, денеміз тік ұстайды, омыртқалары, қабырғалар бәрі денесін тік ұстайды. Қазір остеопороз деген бір үлкен дерт бар, иә. Сондай дерт болмайды. Бимен айналысқан кезде денесін тік ұстап жүреді, мойнын тік ұстап жүреді. Одан кейін аяғы түзу болады. Ол деген әсемділік, өзінің жаңағы дене бітімі жақсы, әдемі болып өседі. Одан кейін музыкалық қабілет. Қазір мен ойлаймын, музыкалық қабілет әр адамға керек. Мысалы, кез келген жерде өзі билеп бере алады, өзінің өнерін көрсете алады. Тіпті мысалы кейін университетке түскен кезде, ол кезде бір неше түрлі конкурстар бар, ол жерге де қатыса алады. Би үйірмесіне көп жыл қатыса, кез келген конкурсқа қатыса алады. Одан кейін жан-жақты көру. Көптеген мемлекеттерде өнер көрсеттік. Оны би үйірмесінің жалпы пайдасы өте көп. Мен де Лариса Борисовна сияқты хореограф болғым келеді. Мен хореограф болсам, неше түрлі танецтер көрсетемін.